Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен 15 минутта тез дайын болатын рогаликтердің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер де мен каналым ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге өте қарапайым ингредиенттер қажет болады. Ең алдымен қопсытқыш, шие, сұйық май, қант, ыстық су және де алдын ала електен өткізілген ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға ұн, қант және де қопсытқышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біз келесі кезекте ұнымыздың үстіне сұйық май және де ыстық суымызды құйып, жүп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында 30 минут тындырып қоятын боламыз. Біз келесі кезекте 30 минут өткен соң қамырымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Содан соң бір-бір бөліктен оқтаудың көмегімен жеп-жіңішке етіп қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып дайындап алған соң, келесі кезекте қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Содан соң ішіне салмасын салатын боламыз. Салмасына қалауыңызға қарай вареный сгущенкада салсаңыздар болады. Мен салмасына шие салып шығатын боламын. Шиеміз қышқыл болғандықтан үстіне қант сеуіп шығатын боламыз. Содан соң рогаликтерімізді жақсылап орап шығатын боламыз. Міне рогаликтеріміздің бәрін дайындап, қалыпқа орналастырып алдық. Содан соң қызып тұрған пеште 190 градуста 15-17 минуттай пісіріп алатын боламыз.